Сәлеметсіздер ме? Негізгі орта білім беру деңгейінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша оқушылардың айтылым дағдыларын дамытуға бағытталған тапсырмалар түрлері ұсынылады. Айтылым төрт тілдік дағдылардың бірі, және ол да жазылым сияқты өндіруші дағдылар қатарына жатады. Яғни тілді қабылдап үйренуден гөрі оны қолдану, сөйлеу, көрініс тауып отырады. Қарапайым тілмен айтқанда, айтылым дегеніміз өзге адамдармен қарым-қатынасқа түсу барысында ойымызды жеткізу үшін сөздерді қолдану. Айтылымға арналған сабақ үлгісі төмендегідей: кіріспе, негізгі бөлім және бекіту бөлімнен тұрады. Кіріспе тапсырмасында сабақ тақырыбын таныстыру және сол сабаққа қажетті жаңа сөздерді немесе тілдік форманы үйрету. Негізгі бөлім жаңадан үйренген сөздерді немесе тілдік форманы жаттықтыруға арналған тапсырмалар. Бұл жаттығулар бақылауға алынған практикалық жұмыстардан бастап, жартылай бақылауға алынған практикалық жаттығуларды қамтуы мүмкін. Оның барлығы сынып деңгейі мен сабақ мазмұнымен байланысты болады. Бекіту бөліміндегі тапсырма оқушыларға тақырып аясында еркін сөйлеуге және үйренгендерін қолдануға мүмкіндік беретін тапсырмалардан тұрады. Қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша айтылым дағдыларын дамытуға арналған тапсырма үлгілері келесідей болуы мүмкін. Күнделіктік тақырыптар аясында және таңдау тақырыбына байланысты белгілі бір уақыт ішінде еркін сөйлесу. Ауызша сөйлесімді түсіне білу және оны қысқаша мазмұндай білу. Оны жалғастыра білу. Ақпараттардағы негізгі байланысты анықтай білу және оны жүйелі баяндай білу. Әртүрлі мәтіндердің стильдері мен ерекшеліктерін түсіне білу және бағалай білу. Бұқаралық ақпарат құралдарының тілін түсіну. Айтылым мақсатымен бірге тыңдалым оқу мақсатын қосымша мақсат ретінде алуға болады. Мысалы, 5-ші сыныпта денсаулық зор байлық бөлімінде дастархан басындағы әдептілік тақырыбы бойынша сабақ 2 оқу мақсатына негізделіп құрылуы мүмкін. Оқушылар дастархан әнін тыңдап, сабақтың тақырыбына болжам жасайды. Бірге қосылып ән айтуы мүмкін. Сабақтың мақсаты бағалау критерийлерімен таныстырылады. Кіріспе тапсырмада оқушылар жаңа сөздерді, тілдік формаларды үйренуге бағытталады. Оқушылар жеке жұмыс жасайды. Оқушыларға таратпа қағаз үлестіріледі, сөз тіркестер мен суреттерді сәйкестендіріп, ауызша дыбыстап айтады. Негізгі тапсырмада оқушылар жұппен жұмыс жасайды. Дастархан басындағы әдептілік мультфильмінен 2:40-3:40 минут аралығындағы үзіндіні тамашалайды. Мұғалім алдын ала бейнематериалды не үшін қарап, тыңдайтынын айтып кетеді. Оқушылар тыңдап отырып, берілген 3 сұраққа жауап белгілейді. Сұрақтар келесідей болуы мүмкін: тамақтанғанда не істеуге болмайды? Мәдениеттіліктің белгісі қандай? Мәдениетті ол қандай адам? Бекіту тапсырмасы дубляж жасау, диалог құру. Оқушылар топта мультфильмнің үзіндісіне дубляж жасайды. Оқушылар тыңдалым алып тапсырмасындағы сөздерді қолдану арқылы бейнематериалды дыбыстайды. Әр топқа бейнематериалдан скриншот арқылы жасалған суреттер үлестіруге болады. Оқушылар топта өзара рөлдерді бөліп дайындалады. Әр топта тайм-менеджер уақытты қадағалап отырады. Топтар сынып алдына шығып, дыбыссыз қосылған мультфильмдегі үзіндідегі кейіпкерлерді дыбыстап сөйлетеді. Әр топтың жұмысы бағалау критерийге сай бағаланады. Сау болыңыздар.